сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ әдебиеті сабағы басталды. Жаңа тақырып Міржақып Дулатұлының шығармашылығы. Оқу мақсаты: әдеби шығарманың тұжырымдамасы, әдеби шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық мүдде тұрғысынан ашу. Міржақып Дулатұлы 1885 жылы қараша айында Торғай уезінің Сарықопа болысының бірінші ауылында туған. 2 жасында анадан, 12 жасында әкеден жетім қалған Міржақыпты ағасы Асқар 1897 жылы Торғайдағы 2 сыныптық орыс-қазақ мектебіне оқуға береді. Міржақып мектепті бітірген соң 5 жыл мұғалімдер дайындайтын курста оқиды. Мұғалім куәлігін алғаннан кейін мектепте бала оқытады. Міржақып Дулатұлы өз бетінше ізденіп, саяси көзқарасын қалыптастырып, қоғам қайраткері, ақын, жазушы, публицист, ағартушы, ұстаз ретінде қызмет етті. Сонымен қоса ол ұстаздық қызметін атқара жүріп, Ахмет Байтұрсынұлы, Әлихан Бөкейхан сынды қоғам қайраткерлерімен бірге үзеңгілес жүре отырып, Алаш партиясының негізін қалауға атсалысады. 20 ғасырдың басындағы ақындардың алғашқысы болып, Оян қазақ деген ұранды тастайды. Бірінші тапсырма: 20 ғасыр басындағы әдебиет өкілдері деген тақырыпта зерттеу жүргізіңіздер. Екінші тапсырма: Оян қазақ идеясының авторы Міржақып туралы ақпараттар негізінде түркі елдеріндегі түркілік идеологияның ықпалын зерттеңіздер. Тағы қандай елдерде халықтың көзін ашу идеясы күн тәртібіне қойылды. Екінші тапсырманы орындау үшін келесі бейнежазбаны тамашалаңыздар.